Сәлеметсіздер ме балалар? Evet балалар. Құрметке дерсіз, кәнеке бастайсыз сөз. Құрметке дерсіз, Үлкенге дерсіз, кішіге дерсіз. Құрметпенен амандасайық, я? Балалар, сендер қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ме? Балалар, қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Ат үстінде ойналатын қандай ойын білесіңдер? Байге екі команда анықталған. Қашықтықта бір-бірімен жарысып, атпен шабады. Енді балалар, ойын шарты таныстырайын. Талапай ау, талапай, табылды ойын, алақай. Деп, мен қоржындағы асықтарды сендердің алдына шашамын. Балалар, сендер қан талапай деп дауыстап, асықтарды таласып, бөліп аласыңдар. Жинаған асықтарды санап шығасыңдар. Ішінен сендер ойынға 5 асықтан тігесіңдер. Хан асығы қолына түссе, ең алғашқы болып ойынды бастайсыңдар. Асықтарды бір-біріне тигізе алмаған жағдайда, сендер менің сұрақтарыма жауап бересіңдер. Ал сұрақтар, балалар, айналмалы шаңырақтың киіз үйдің астында тапсырма бар. Соған жауап бересіңдер. Екінші рет тигізе алмаған жағдайда, ойын кезегі келесі балаға беріледі. Ойын осылайша жалғаса береді. Ойынның соңында хан асығын ұтып алған бала жеңімпаз атанады. Ал енді балалар, ойынды бастайық. Талапай ау, талапай, табылды ойын, алақай. Алдыңдар ғой, енді ханнан бастаймыз. Қанша санайсыңдар? 3. Дастарханға 6. Сен 4, 5, 6, 7, 8. О, көп екен. Кәнеке демеп. Біреу өздеріне қатандап алында қызылды ма, өздеріне бір сақатандап алында жақ. Талапай ау, талапай, табылды ойын, алақай. Ой, молодец, жарайсың. Ал, қайсы құлатқан асықты алады. Ал, ал өзіне. Болды. Ал қарай, қуаныш. Ал қызыңды ал, ал өзіңді ал. Ой, жарайсың кім? Санжарма? Санжарма кім қазылар тұрды? Мен. Ой, жарайсың. Ала қой, өзің көгінді. Үшеуді алдан яқа кет қал. Үшеу екен. Қуаныш па? Мен де Үшеу, кәнеке. Үшеу, жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар. Келесі ойын. Қайсы тоқталады, соны аламыз. Қайсы саған тоқталды? Ала ғой, қайсы тоқталды? Жарайды. Соны аламыз. Ала ғой. Сұрақ екен, туымыздың түсі қандай? Екен, жарайсың. Келесі. Жарайсың, кәнеке саған да сұрақ берді. Қазақ ұлттық аспаптары. Домбыра. Қобыз. Балалар, бүгінгі қазақ ұлттық хан талапай ойын ойнадық, сендерге ұнады ма? Енді білдік па, қандай қазақ ұлттық ойындар бар екен, Алтыбақан, қыз қуу, көкпар, бәйге. Тағы да қандай ойындармен таныстық, кәнеке? Бүгінгі қандай ойындармен? Жоқ, мына жақта қандай ойнайды? Атымызда бәйге ойынмен таныстық, тағы да. Дөңгелекпен, асық ойнадық, енді дөңгелекпен тапсырмаларды. Балалар ойынға қызығушылықпен қатысты. Ойын жеңімпазы анықталып, өзінің ептілігімен, тапқырлығымен, білімімен, шапшаңдығымен, мергендігімен анықталды. Алғыр бала, мерген бала, зерек бала, тапқыр бала, ең белсенді бала. Ал қыздарға ең әдемі ару, ең сүйкімді ару деп осындай атақтар берілді.